Төлен Әбдікұлы, Бастүйек. Мүсінші антрополог. Хамит кешкі астан соң жұмыс бөлмесіне беймезгіл кірді. Зертхана деп аталуы тиіс ұзынша бөлменің іші лық толы кітап болғандықтан жазушының кабинетіне көбірек ұқсайтын. Стол үстіне еденге дейін шашылған күл қоқыс, шылым қалдықтары, қағаз қиындысы, мүсін жазайдың қоңыр қошқыл сылақтың үгінділері, сейіліп бітпейтін темекі түтінінің үшінші жұмысы десе, дүниенің бәрін ұмытатын жан себіл адам екенін байқатады. Беттері ашылған бірнеше кітаптың қатарында омба түскен асықтай шық-шықты жоғары қарап, өлген адамның әбден мүлжіп, опырылға айналған бас сүйегі жатыр. Мүсінші оны әлденеге ыза болғаны домалатып атып жіберді ме, болмаса әдейі солай қойды ма, әйтеуір қасқа маңайда қиып түскен қылыштың ізі көрініп төңкеріліп жатыр. Хамит босағадағы диванды сол қайтқызып отыра кетіп, тісі ауырған адамдай бетін тыржитты. Күрсініп, диван арқалығына шалқая түсті де көзін жұмып ұзақ отырды. Ол мұнда жұмыс істеуге келген жоқ еді. Ешкімге көрінбей оңаша отырайыншы деген. Бір жыл бойы сарсаңға салған мына сайдан алғыр жұмыстың неге бір қара келмейтінін түсінбей-ақ қойды. Бүгін бітіп тұрған мүсінде қайта бұзып, бас сүйекті ашып тастады. Және енді қолға алмаспын деп серт етті. 5 жыл бойына бір жеміс бермеген азабы көп, шығын еңбек болды бұл. Ал осыдан 5 жыл бұрын дипломға тапсырған тұңғыш еңбегін атақты Герасимовтың өзі қалай мақтап еді. Орталық музейге жәдігер етіп қойылсын деп өз қолымен жазып берген. Ол бір жақында өлген латыш жігіттің бас сүйегі болатын. Хамит мүсінді 6 айда дайын қылды. Комиссия мүшелері мүсінді өлген жігіттің туысқандарына көрсеткенде семіріп кеткен егде латыш әйелі: жаратқан-ау, мынау біздің Эмильдің дәп өзі ғой, тіпті айнымайды, қандай ғажап, оны жасап жүрген қайсыларыңыз деп есі шыға қуанып тіпті сатып алмақ болып әуре болған еді. Бас сүйек бойынша мүсін жасау дегеннің екенінен хабар жоқ. Қарапайым әйелдің аузынан осы сөзді естігенде Хамит шығармашылық бақытының қандай болатын тұңғыш рет сезініп еді. Содан бері бірнеше мүсінін жасап шығарды. Бәлендей керемет болмаса да бәрі де музейлердің бір бұрышынан орын алып тұр. Ал мына бір өткен ғасырда өлген Жаубөрі батырдың кейпін қалпына келтіру тірі пәле болып жабысаран ол білмеген еді. Жоқ, бұдан артыққа енді шамам жоқ, құрып кетсін, қолымнан келмейді. Хамит жылайтын адамда екі қолымен бетін басып, аз кем отырды да қалтасына шылым алып тұтатты. Шала жанған сіріңге талын бейжай ырғып, амалы таусылған шарасыз күймен стол үстінде жатқан бас сүйекке сығырайып ұзақ қарады. Кіші жүз руларының бірінен шыққан атақты Жаубөрі батыр өткен ғасырдың бірінші жартысында жергілікті хандыққа және патша отаршыларына қарсы күресте ерлікпен қаза тапты дегенді Хамит бірде өзінің тарихшы досынан естіген болатын. Егер сен Жаубөрінің мүсінін жасап шығара алсаң, бұл еңбегің үшін саған ескерткіш орнатуға болады, деген еді әлгі досы. Сен өлі тарихты тірілтер едің. Ұғып тұрмысың бауырым, сен өлі тарихты тірілтер едің. Хамит өз баса Жаубөрдің тарихта қаншалықты құнды барын айтып білмесе де, айтуға қарағанда бейнетіп көруге тұрарлық адам ғой деген оймен өткен жылы моласын ашуға үкімет орнынан рұқсат қағаз алған. Маусым айының басында қалмыққырған жазғының қақ ортасында жапырайған жалғыз төбе орналасқан қалың зиратқа Хамит бір топ адаммен сәске ауада келіп түскенде бұл араның жаз десе бір тынбайтын ыстық аңызға ақылдап соғып тұрған еді. Кісі бойындай шоқ-шоқ шиелерден басқа пана қылар қара жоқ. Тақтадай теп-тегіс жазық талының қиыр шетіне сағым түптеп тұр. Сарғайып қурап кеткен изен адыраспан, жусандар аяқ басқан сайын күрт-күрт үгілтіліп түседі. Әр жерде қазшыққа қақшиған саршұнақтардың бір басқа тірі мақұлық көрінбейді. Өткен ғасырдың аяғында ғана қылыш сынып, қан төгілген мына беймаза төбе енді ешқандай сойған көрмегендей, ешкімді білмейтіндей тып-тыныш қана, иесіз, үнсіз жатты. Күні құрғыр өртене ме қайтеді? Бірі 45 градус бар шығар, дедіп аудандық партияның комитетінің хатшысы Сағит Жүсіпбек машинадан түсіп жатып. Хатшының қан таситын ауруы болатын. Сондықтан бір қолымен өзінің білегін ұстап, тамыр соғысын тексеріп келеді. Топ зират жиегінде еріліп тұрып қалды. Моллардың қайсы бірі желмен жексен тегістеліп кеткен. Құлыптастар бетіндегі жазулар да желмен жаңбыр суының мүжіліп өшуге айналған. Иілген топтың әлденеге жүректері дауаламай толығып қалған Хамит іште сезініп тұр. Бағана жиналыс үстінде Сағит Жүсіпбеков: қабырда ашқан дұрыс-ау, бірақ жергілікті халықтың қалай қарайтынын қайдам? Жалдар келсер мекен? Оның үстіне жылдар бойына басына ел төнген қасиетті қабір ғой, деп бұлтақтап көрген.
Бірақ бұл істі жоғарғы орындар қолдап отырғанын естігенде райынан қайтып, тіпті өз бастап барып, қазуға көмектеспек болған. Күректі әкеліңдер деп Хамит айғай салды да машинадан қалған екі жігітке айтып. Тап қабірді баспай, жиектей отырып оқшау тұрған тайпақ молаға тіреліп қарады. Осы, деді шошқа сақал қарт кісі, қабір осы. Ал енді сендер бара тұрыңдар. Мен аруақтарға арнап бірдеңе оқиын. Қабір беті құлаған шөп, ернеуіне сүйей салған құлпытастың үстіне күн көзінен оңа бастаған күміс ақшалар жатты. Жазулар өшуге айналған, тек терең ойып салынған айдың суреті ғана айқын көрінеді. Шал майда топыраққа шарта жүгініп, Құранды көпірлеп ішінен оқыды. Қолын жайып бетін сипады да, ақырғы рет анықтап көргісі келгендей, қабірге үнсіз қарап ұзақ отырды. Содан кейін асықпай орнынан тұрып тізесінің шаңын қақты. Мейілдерің қарақтарым, дейді жұрт күркіректерін ыңғайлай бастағанда. Мен аулаққа бара тұрайын, көрмегенім жөн. Жүрек құрғыр нашар ғой, жарықтықтың кейбін кім көргісі келмейді дейсің. Бірақ мола ашу деген Құдай салмасын. Айтпақшы, жау бөрінің ұрпақтары ошақты да тұрады. Олар естімеген ау шамасы. Әйтпесе шауып келіп шатақ жасар еді. Шал осыны айтты да бұрылып машина жаққа кетті. Бастал, деді Хамит құлыптасы орнынан жылжытып жатып. Алдымен төмпешікті құртып тегістеп алайық, сосын өлшеп қазармыз. Мәйкешең тұрған төрт кісі күректерін қабірдің шөп қаулап кеткен етегіне сүңгіте бастады. 1,5 сағат шамасында қабірдің орны тегістеліп болды. Хамит ұзындығына 4 метр, көлденеңінен 2 метр етіп өлшеп сызды да жұмысшылар сыздық бойымен тереңдеп қазуға кірісті. Олар анда-санда әлденеден секем алып кідіріп қалғанда Хамит: қаза беріңдер. Ой, тәйір-ау, адам қанға сүйегінен қорыққандар сендерден көрдім, деп көңілдене айғай салады. Түс кезінде күн тіпті қайнап кетті. Жұмысшылар машинаның көлеңкесіне 1 сағаттай тынығып алды. Күн 5-ге еңкейгенде қабір 1 метрден астам тереңдетіп, топырақтар дымқыл тартып, қазуға әжеп беріп жеңілдеп қалған еді. Осы кезде екі жұмысшының екеуі де шұңқырдан қарғып шықты. Жеттік деп айқайлайды біреуі Хамитқа. Құрсын, күрегім бірдеңе шарқ ете қалды. Төз, әлемнің ұшқан-ай, бұл қалай деген ойды түсінбей қалды Хамит. Онда тереңте шуға тиісті емес еді ғой, қалай болғаны сонда? Қалтасынан пышағын алып орағада қағып түсті. Сосын маңайда топырақты қолымен жайлап ашып, ағырған көрінген сүйектің айналасын шұқылап қаза бастады. Фу, деді ақырында кейін сөйлеп. Айттым ғой, мүмкін емес, мұндай тереңте шығуы тиісті емес. Хамит кеңірсегі опырылып ішіне түскен аттың басын қабірден асырып лақтырып жіберді. Бағанадан бері машинаның көлеңкесінде аруағы басым жау бөрінің киесін мына тобырға бір тойтарыс болмас бекен деп тілеп отырған қария айғай шыққанда дәме күтіп қарап қалған. Қабірден лықтырылған аттың басын көргенде ұзамай өлікке де жететін сезім шошын Кәлимаға тілін келтірді. Таңертеңгі жиналыста анау қазақ жігітінің өткен ата-бабаларымыздың бейнесін жасау біздің міндетіміз. Ол кезде суретке түсіру атымен болмаған. Бабаларымыздың қандай екенін ешқайсымыз да білмейміз. Мен солардың тірілді үшін келдім. Бірақ бұл өліктің бас сүйегінсіз іске аспайды. Жау бөрінің қабірін ашуға сіздерден көмек қажет деген сөзі толық болмаса да көкейіне деп ұялағандай болып еді. Бірақ мына қазіргі мінезі қабірден қорықпағаны, қасиетті батырау деп еңбегіне біртүрлі қорлағандай болып отыр. Қазақтың баласы емес пе? Шіркін, тіріні сыйламаса да өлікке деген инабат болмаушы ма еді деп ойлады ішінен. Қазу қайда басталды? Жұмыс өнімді болу үшін жұрттың бәрі қабірге кезектесіп түсіп тұрды. Күн екіндіге құлағанда 3 метр тереңдіктен өліктің сүйегі көрінді де, бұдан соң қабірге ешкім жоламай қойды. Хамит жалғыз өзі 2 сағат қара тер боп жер қазды. Күн бата сүйек қабірдің ернеуіне шығарылды. Алқа-салқа болып үңірейген маңдайдан қылыш шапқан бас сүйекті Хамит айналдырып тұрып жұрттың бәріне көрсетті. Айға үстінде өлгені көрініп тұр. Қылыштың көлденең ізіне қарағанда шалқасынан жығылғанда құрған тәрізді. Ең тамашасы, бас сүйек бұзылмаған. Пожалуйста, көріп шығыңыздаршы. Bir жұрт бір бірлесіп бас сүйекті қолдан арылып көріп бастады. Бәрі де атаңызға айналған Жәубір батырдың қасиетті қай жеріне екенін білгісі келіп мұқият қарады. Кескін қияпетін көз алдына елестеткісі келді. Апыр-ай, тегі кештеңеден сескенбейсіздер. Әбден еттеріңіз өліп кеткен-ау, деп Жүсіпбеков үсті басын шаң-шаң болған Хамитке қарап. Бұл біздер үшін ғылыми предмет қана, деді Хамит төркөз орамалын тершіген маңдайына басып. Ғылыми предмет қана. Қабір басына қария да келді. Қария қанша діндар болса да, жаңалықтан хабары бар, көзі ашық,
ақылды адам болғандықтан батырдың сүйегін бір рет көз тоқтатып қарауға қарсы болған жоқ. Ол тіпті ақылға салып, осынау жасалып жатқан істің бір жақсылық мағынасы барын түсініп, іштей келісімге де келген. Бірақ тірісінде пенде баласын басындырмаған батырдың басын онша асықша иіріп, қабылдақтамай, қастерлеп, қаймығып, қолдарына қалтырап ұстасеген деп тіледі. Хамит басты арнаулы қойдишаға салды. Қалған сүйектерді тағы мұқият санап шықты. Бұл кезде жұмысшылар да қабірді қайта жауып үлгерген еді. Батқан күннің қызыл шапағы өлеусіреп сөніп барады. Даланың қоңырқай, тымыржық кеші орнап, күндізгі қапырықты сейілдіп жіберді. Ымырт үйірде жолаушылар зират басынан қозғалып кетті. Іссапардан оралысымен Хамит Жаубөрдің ісін жазуға қызу кірісті. Осы қарқынымен таймасам, 6 айда тәмамдап қалармын дегенде ой болды ода. Бірақ мүсін 4 айдақ дайын болды. Күндізгі сағат 11:30-да ереген Васканы шымшылай жапсырып, сол кездегі мұсылмандарға лайық шоқшар сақал бейнесін жасады да, Хамит шегініп барып 4-5 метр жерден мүсінге сынай қарады. Бірақ қанша қараса да кесімді бағасын бере алмайды. Ұзақ жұмыстан сарыла қараған тықтитып шаршағанын да сезді. Осыдан соң Хамит мүсінді жәшікке салып тастаған. 2 ай өткізіптің көзбен қайта қарағанда ол түндер бойына терін төккен мына еңбектің мүсін емес, әншейін маска болып шыққан айқын көрді. Бәрі де орнында. Көздің ойығы, мұрын, ерін қалыңдығы бәрі математикалық дәлелдікпен мұқият өлшенген. Бірақ қайтесің? Маска. Теп-тегіс бұдыр жоқ, сірескен бірдеңе. Хамит масканы тағы 4 ай өңдеді. Жылдар бойына мысқылдап жинаған тәжірибесін аяған жоқ. Герасимов, Петровтардың бүкіл еңбегіне тіпті әлде қашан сүйегі қурап қалған тұңғыш мүсінші антрополог неміс Шаффенгаузеннің әдісіне де тоқталып, ерінбей талдап шықты. 4 айдан кейін ол еңбегім қанағаттарлық деп тауып, орталық музейде Жаубөрінің мүсіні қалай жасалған туралы дәріс өткізді. Әу баста мүсіннің жасалу кезінде басы қасына болып араласып жүрген әріптес мамандар Хамиттің бұл соңғы еңбегіне бәлендей кінә таға алмады. Олар мұны көркем мүсіннің өкілдері үшін таптырмайтын бағалы туынды деп тапты. Осылай деп бәрі де сөз сөйледі. Бірақ мүсінді ел көзіне ортаға қойғанда күтпеген жағдай болды. Жиналған халық тас мүсінге аз-кемсіз қарап қалды да артынша бәрі бір ауыздан: "Жоқ, бұл Жаубөр емес, Жаубөр мұндай болуы тиіс емес" деп шу ете қалды. Хамит алғашында бұған қысыла қоймаған. "Мен мұны тек антропологиялық өлшемдер мен математикалық дәлдікке сүйеніп жасадым" деп дәлелдеп ол отырған жұртқа: "Мен көркем өнер мүсінші емеспін, мен мүсінші антропологпын. Сондықтан Жаубөрдің образын емес, антропологиялық пішінін ғана сақтауды мақсат еттім." Ұзын бойлы, көзілдірікті арақ жігіт түрегеліп Хамитке тесіле қарады. Егер жирафтың мойнының ұзындығын алып тастаса, ол жираф болар ма еді деп көзін аудармай: "Әрине болмайды. Ендеше Жаубөрдің кескінділігі батырлықты алып тастаса да, ол Жаубөр болмайды. Сізде сол бұрайған ауыз мұрнынан басқа түк жоқ." "Жоқ, мен антро" деп Хамит бірдеңе дәлелдемек болса да, санасының түкпірінде өзінің бірдеңеге түсініп қалған сезе кетті. Тіпті қайдағы бір студенттің "Батырдың қабағы төмен салбырамайды, шаншылып тік тұруы тиіс" деген сөзінің де бүштіл жаны бар секілді. "Сіздің мынауыңыз маска" деп тағы көзілдірікті жігіт. "Маскада ешқандай кескін болмайды, өйткені онда мағына жоқ." Дәріске жазушылар, ғалымдар келген. Олар Герасимовтың еңбектерін мысалға ала отырып, туындының сәтті-сәтсіздігін, мүсіншінің ішкі рухани байлығын, байланысты екенін, мәселені Жаубөрдің жасау қажет болса, алдымен Жаубөрдің тарихта аталатын орны, халқына қадірін, өмірін жақсылап зерттеу керек екенін, сонда ғана бірдеңе шығаруға болатынын дәлелдеді. Бірақ Хамит бұға да мойынсұнған жоқ. Арнайы сапар алып, ошақтада тұратын Жаубөрдің руы сейілдерге барып, батырдың жүзін көріп қалған адам жоқ па деп сұрастырды. Ақыры 97-ге келген Мұқаш шал көрген екен деген сыбыс естіп, Хамит совхоз орталығына келді. Мұқаш түрі сахарға салғандай әппақ, сақал шашы да әппақ, қаудырап бітуге тақаған шал екен. Мүкіс құлағын қалқалап: "Мен Жаубөрні көргенім жоқ" дегенді айтты. "Көре алмадым" деп басын шайқап. Бар білетінім Жаубөрдің Наркес деген жалғыз ұлы болатын. Біртінде тырысқақтан өлді. Жұрт сол ұлын әкесіне аумай қалған деуші еді. Отты жігіт болатын. Мұрт қойып жүрді-ау деймін сол кезде. Ол өзін көре алғам жоқ. Бәлкім сол да жетеді деп қуанып кеткен Хамит мүсін салған қорапшаны ашып жатып: "Мен Жаубөрі батырдың бейнесін жасап едім ата. Ұлына қарап шамалап көріңізші, ұқсай ма, ұқсамай ма?" Шал алдына шошынып кеткендей болды да, мән-жайды тағы бір баяндап шыққаннан кейін түсінбегесін қолын көлегейлеп қарай бастады. "Қайдам, шырағым" деп тағы да тайсақтап: "Мен көрген жоқпын ғой, қайдан білейін?"
Шалды бұрын соңды мүсінге қарап адам ажыратпағаны көрініп тұр. Сонда да қарап көріңізші ата. Шал тағы да қабағын түйіп алып сипалай қарап бастады. Кенет қулана жымиып, мына біздің милиция оқып секілдеген деп отырғанда жұрттың бәрі ду күлді. Шалдың ұқсата алмай отырғаны Хамит анық сезді. Сонда да енді қандай кісі болған деді соңғы үміті үзілген мүсінші. Осылай отырғанда адам бетіне тіктеп қарай алмайтын, жүзі суық болыпты ғой деп шал жаубөрінің үстіне қатыр қорғып отырғандай нұры қашқан кәртең көзімен Хамитқа үрейлене қарады. Хамит небір сұсты бейнені көз алдына елестетіп көрді, бірақ жаубөрінің қандай екенін анықтап көре алмады. Ақыры бір жыл маңдай терін сіңірген мүсінді бүгін қиратып барып тынды. Хамит стол үстінде жатқан бас сүйекке қарай ұзақ қарады. Әлдеқашан көзі байланып үй ішін қараңғылық басқан. Сол себепті басы айқын көрінбеді. Терезеден көше шамдарының болмашы сәулесі ғана білінді. Бірақ тұрып шам жағу Хамиттің есіне келген жоқ. Қалтасындағы шылымын алып тұтатты да жұмсақ диванға қисая кетті. Тағы да сол бір мезі қылған сәтсіз еңбектің анық себебін іздейді. Музейдегі тәрізді көзілдірікті жігіт мұқаш шалдың әжім жапқан әппақ жүзіне елестетті. Жаубөрінің тарихтағы орны халыққа қадірін өмірін жирафтың мойнының ұзындығыдай алып тастаса, түсі суық болыпты ғой. Жоқ, бәрі әншейін теория, жоба тұспал, айтуға ғана оңай ғой. Болмаса таза қабілет пен ғылыми тәжірибеден тұратын осындай кәсіпке қанша қажеті бар сол сөздердің. Тибурынға арналған осындай ресми кеңесті мен де айтар алар едім біреуге. Талант дегеніміз махаббат, ұлы еңбек сезімнен ғана туады, немесе халық алдындағы борыш сезінуден туады. Қандай тәтті сөздер. Түсі суық болыпты ғой, жирафтың мойны, түсі суық. Хамит өзінің ұйықтап кеткенін сезген жоқ. Біреу тұншықтырып жатқандай тынысы тарылып, бастығырлық оянды. Үсті бәсі маңмаңдай тер, жүрегі тарсылдап үрейленіп маңайына қарады. Бөлмеде шам жоқ. Дарғарадай иесіз зертханада жалғыз өзі диванда жатыр. Терезеден құлаған ай сәулесі стол үстіндегі бас сүйекке жартылай жарық түсіріп тұр. Бастың үңірейген көздері бір түрлі тесте қарайтын секілді. Түсі суық. Хамит әлгі үңірейген көздің орнына жылт-жылт еткен нағыз суық көзі анық көргендей болды. Түсі суық. Фу, не қылған бәле, естен шықпайды. Түсі суық. Кенет Хамиттің өне бойын бұрын болып көрмеген қорқыныш биледі. Ол тұңғыш рет өзіне сезім билетіп, мына дағдарықты иесіз бөлменің ішінде қараңғылықтан өліктің бас сүйегіне балаша қорықты. Хамит ай сәулесі түскен басқа тағы да қарады. Тағы да тереңнен жылтыраған суық көзі анық көрінді. Қорқынышы бұрынғыдан да ұлғайып, тізелері қалтырай бастады. Бекер ұйықтап қалды, бәрі де әлгі бастырылғаннан ғой, деп ойлады қорқыныш басқысы келіп. Қалай ыңғайлысыз жатқам өзім? Хамит тұрып шамрақты, сағат 4:30. Аздан соң таң атады, қой, аздап көз іліндіріп алайын. Хамит шамды сөндірместен диванға тағы да құлай кетті. Өзін-өзі зорлап жатырып ақыры ұйықтап кетті. Шым-шыдырық түс көрді. Түсінде Индия ма, Африка ма, әйтеуір сыңсыған қалың орманның арасында жүр екен. Пальма ағаштарының арасында маймылдар бір-біріне жаңғақ лақтырып ойнап жүр. Көздерінің қиығымен ымда Хамитті көрсетіп қояды. Хамит жіңішке соқпақ ашық алаңға шыққанда төбесі көкке тіреген шағаладай әппақ зәулім үйді көрді. Күннің көзіне шағылысып жалт-жұлт етеді. Япырақ, бұл қайдағы шаһар? Бұл жыныс орманда аңдар дүниесінен басқа ештеңе жоқ дейтіні қайда? Үй төбесінен бір жіңішке мұнара шығады. Мұнараның шар басында жерге сікірердей қол жайған жаубөрінің ескерткіші төніп тұр. Ол да шағаладай әппақ. Шоқы сақалы бар, орақ мұрын, көздері жылт-жылт етеді. Осынау ғажайып көрініске есі шыға қарай қалған Хамит өне бойын бір беймағлұм сезім билеп өксіп жылап жатыр. Неге жылайсың деп ақырада біреу ту сыртынан жалт қараса, ертегі Рим әскерінше киініп қолына қалқан ұстаған жаубөр екен. Шауып тастардай қылышын кезеп тақап келеді. Неге жылайсың, иттің күшігі? Мұрандай қиял жетпейтін ғажайып ұлылықтан бар екеніне қуанып жылаймын тақсыр ем. Басқаша ешқандай бойым болған жоқ ем деп Хамит жалбарынып аяғына жығылды. Сен жылама дейді батыр. Мен саған бір құпия сыр айтайын. Мен жұрт орыстардың қолынан өлген деп жүр. Олай емес, мені өлтірген серлерінің біреуі. Сен соны ізде, сөйт, дейді арқасынан қағып. Хамит оянып кетті. Күн сәулесі диванға жетер-жетпес қалыпты. Таңға торғайлардан шықылықтап сайраған әсем әнімен гүрілдеген автобус үндері айқын естіледі. Хамит диванның қырын батып кеткен қара құс сипалап ұзақ жаттын. Түнде қорыққаннан енді күлкісі келеді. Қызық екен, деп естірте орнынан тұрып жатып. Шаршағаннан бәрі де шамасы. Сосын мыжырайған қалған шалбарын бір реті қағып жіберді де стол жана барып бас сүйекті аударып жөндеп қойды. Хамит жаубөрі батырдың үстіне қайта оралмады.
оралмайтынын білгеннен кейін сүйікті қайтадан қабіріне көмбек болып қыркүйекте сапар алды. Қыркүйекте ерекше жауын-шашын болып тұрған бір кез еді. Таңертеңнен жауған жауын сылп-сылп етіп кешке қарай саябырласа да басыла қойған жоқ. Құмтөбе мен ошақтың арасында борбастан машина ыңыранып әрең жиылды. Хамит облыс орталығынан ерте-ақ шыққан, бірақ мынау жауында ауданға жете алмайтынын сезіп отыр. Сондықтан ауданға әуре болмай, осы ошақтан 3-4 адам алып, ертең зиратқа бара салмақ ойымен жүргізушіге машинаны осылай қарай бұрғызды. Ошақта ұмырт үйеле келген Хамит бірден Моқаш шалға түсті. Шал былтырғыдан да қартайып шөккен екен. Азда балжыған секілді, кісіге сөз бермей жалғыз өзі балпылдап сөйлеп отыр. Төрдеу домбыра тартып отырған жылтыр қара шалдың жиенім деп таныстырды. Хамитті есіне әзір түсірді. Былтырғы милиция оқапты не істедін деп қалдында қояды. Шайдан кейін мұрттың қара насыбай атып алды да күй тартуға кірісті. Әуелі жайсазды күйлерден бастады да, сонсын есеппе тентек күйлерге ауысты. Жау бөрінің жауға шабарын тарт деді Мұқаш шал көзі жылтырап. Тартшы кәні. Мұртты қара домбыраны басқа бір бұрауға түсірді де, дегенді сағылтып бастады. Екілендеп сабалап тез тартты. Анда-санда барабан ұрғандай домбыраның шанағын сарт еткізіп шертіп қояды. Мұқаш тұқ жүйіп, қабыр етпей тыңдап отыр. Жөткірініп қалған Хамитқа тыныш отыр дегенде қабағын түйіп бір қарады. Күй үсті-үстіне екіленіп, одан соң үстіңгі шекте қадала боздап, зарлы бір үнмен аяқталған кезде Мұқаш басын тәкаппар кегжитіп көтеріп алды. Мына Сатайдың жаман, өргендік шалдар осы күйді жылап отырып тыңдайды екен, деді Сатайлар тұратын жақты егімен нұсқап. Ал мен жыламаймын. Бұл жылайтын күй емес. Жау бөрі бұл күйді жыласын деп шығарған жоқ. Өсейді етіп қалдырып отыр. Ата мынаған жауап беріңізші, деді Хамит әңгіме өрбіту үшін. Жау бөріні өлтірген орыстар ма, жоқ сиырлердің өздері ме? Тек деп шал шошынып кетті. Ол не сұмдық? Кім оны оттап жүрген? Жау бөріні сиыр ешқашанда өлтірмейді. Өздері жау бөрішін талай өлген. Оны өлтірген орыстар да емес. Мына атаның інет Бекте хан оның құйыршықтары. Бұдан соң шал жау бөрінің еліктер жайын таза-ақ толғады. Өзінің өлер шағында ақыры ашуын, ақырға уайым сыртқа бір шығарып, бергісі егіліп, өзіне жас алып, біресе Бекте хан тұқымына кәрін төкті. Дастархан жайылып ет алдыға келгенде шал ашуын босата алмады. Әкеден түсіп алып, әлдекімдері сыпыртып боқтап отырды. Әке, тамағыңызды ішсеңші, деді баласы орта жастағы көсен сары. Бүгін тым аз сөйлеп кеттіңіз ғой. Неге мен сөйлемеймін, айтшы, ой жаман шірік неме, қақойған басының ішін, ойбай қойдым, тамағыңды ішші өзің, деп баласы да табақты көрсетіп. Үйде қонақ отыр, тегі жегізбей қойдың ғой. Шал үн-түнсіз еттің нанын 2 шасады да бір кесе сорпа ішті. Жау бөрі соңғы жорыққа шыққанда деп әңгімесін қайта басады. Соңғы жорыққа шыққанда ағайындарын жинап алып айтқан екен. Қалың қазақ тірде қадірімді білмеген еді. Өлген соң басыма күмбез орнатпаңдар деп жарықтық білген ғой осылай қоларын. Бірақ солардың аруағын мұрат қып көтермеген адам қайда барып сұлтан болар дейсің? Әлі күнге қабірі қалмақтқандағы жалғыз төбейді шөп басып еші жатыр. Ал былтыр өлген әкесін бұғалтыр ермек әшекейлеп күмбез орнатты. Көрдің бе? Шал әлдекімдерді тағы да сыпыртып боқтады. Жау бөрінің жайында айтып әңгіме қозғаған жоқ. Хамит түн жарым ауғанша көз ілмеді. Шалдың бет әжімі 40 бөлек болып, Бетихан тұқымына нәлеттеніп, қаһарланған кездерін, жау бөрінің өлердегі сөзін айтып, кемсеңдеген көздерін кез алдына елестетумен болды. Осынша тарихтан өзінің бейхабар екеніне өкінді. Ертеңіне ошақтадан 3 адам ертіп, сәске болмай қалмақ қырғандағы ғиратқа тартты. Кешегі жауған жаңбыр сулары қосаяқ жолдың өн бойына шалшық болып тұнып қалыпты. Жаз бойы денесіне су тимей, кезелген құрғақ дала көзі жаңа ашылғандай, жаңа біткендей бусанып жатыр. Бұлар қабір басына жеткенде күзгі қорғасын бұлттың арасынан күн көзі жылт етіп, төбешік басындағы қалың зиратқа сәулесін түсірді. Қабірда аршу қиынға түскен жоқ. Жұмысшылар 1,5 метр тереңдікке дейін жеткенде Хамит өзге сүйектерді қорапқа салған күйінде қабірге түсірді де, бас сүйекті өзінің алып қалды. Өткен жоғыда үйіріліп айналдырған жоқ. Сәби көргендей қолының қалтырап қаймыға ұстап машинаға қарай жүрді. Менің тұрғызған күмбезім енді осы болсын деп ішінен күбірлеп, әлдебір іске тас бекінген түрі бар. Шығарма соңы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, өз ой пікіріңізді жазып кетуді ұмытпаңыз.